Сәлем достар. Бүгін сіздермен бауыр, ішек, өт жолдарын шлактан тазалаудың өте пайдалы, химиясыз табиғи жолмен тазалау жолын көрсетемін. Оған керекті заттар: 2 литр банкі, 300 грамм ұнтақталған сұлы, 4 ас қасық ірі сұлы дәні, 160 грамм айран керек. 300 грамм ұнтақталған сұлыны тазалап, жуып алып, банкаға саламыз. Оның үстіне 4 ас қасық ірі дән сұлыны саламыз. Дәндерді салып болған соң банкаға фильтрден өткізілген суды құямыз. Банка толықтыру керек. Дайын болған соң оны қараңғы жерге немесе фольгаға орап 48 сағат қойып қоямыз. Міне бүгін 2 тәулік болды. 2 тәулігіміз ол 48 сағат. 48 сағат өткеннен кейін фольгаға оралған банкамызды ашып аламыз. Сосын оны жақсылап араластырамыз. Сүзгіштен өткізілген сұйықтығымызды 2 литрлік 4 банкіге теңдей етіп құйып аламыз. Сүзіп алған сұлымыздың үстіне су құйып, оны да сүзгіштен өткізіп аламыз. Содан шыққан сұйықтығымызды 4 банкіге теңдей етіп құйып шығамыз. Не осындай 4 банкі болады. Сосын үстіне фильтрден өткізілген суымызды құйып шығамыз. Тікелей кранның суынан құюға болмайды. Құйып болып, банкымызды жақсылап араластырамыз. Бір банкіні қалдырып, қалған 3 банкінің аузын крышкамен жауып, холодильникке қоямыз. Қалдырған банкамыздағы сусынды күні бойы аз-аздан кешкі сағат 6-ға дейінгі аралықта тамақтан жарты сағат бұрын ішу керек. 4 банкі біткенше ішіп отырамыз. Емделу курсы кезінде тәтті, шоколад, тұзды тағамдар жеуге болмайды. Кіші дәретті арқылы ішектегі әртүрлі шлактар сыртқа шығады. Бауырды, өтті шаяды. Емделу кезінде кальций ішу керек, өйткені кіші дәрет арқылы организмдегі кальций азаяды. Ішіп болған соң 1 ай демалу керек. Кейін тағы да 1 курс жалғастырса болады. Сіз өзіңізді жеңіл сезінесіз. Бетіңіз нәрленеді, дақтар кетеді, тәбетіңіз ашылады. Курс біткен соң УЗИден өтсеңіз, таңғаларлық результатқа жетесіз. Ем болсын. Егер видеомыз ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Достарыңызбен бөлісіңіздер.